Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы 10 қолымда 5 саусақ. Бүгінгі сабақта жаңа сөздермен танысамыз. Тыңдалған материал бойынша сұрақтарға жауап береміз. Бүгінгі сабақтың жаңа сөздері: саусақ, палец; бармақ, палец; башпай, палец на ногах; он, правый, правое, правое; сол, левый, левое, левое; қол, рука; аяқ, нога. Қайталаймыз: саусақ, бармақ, башпай; оң, сол, қол, аяқ. Жаңа сөздерді сөздік дәптерге жазып алыңыздар. Ребята, запишите новые слова в словарь и выучите их. Енді жаңа сөздерді сурет арқылы есте сақтайық. Он қол, сол қол; он аяқ, сол аяқ; сол қол, оң қол; он аяқ, сол аяқ; башпай, саусақ. Есте сақтайық. Саусақ, бармақ, аяқ. Ребята, если вы обратили внимание, эти три слова заканчиваются на букву «К». Если к этим словам присоединить окончание, которое начинается с гласной буквы, то буква «К» переходит в «Г». Мысалы, менің саусағым, мой палец; менің аяғым, моя нога; сенің саусағың, твой палец, твоя нога; сіздің саусағыңыз, аяғыңыз, ваш палец, ваша нога; оның саусағы, его или ее палец, аяғы, нога. Ребята, если вы обратили внимание, окончание у нас начинается с гласной буквы. Значит, мы «К» переходим в «Г». Жақсы, балалар, есте сақтаңдар, запомните. Тыңдалым. Үшінші бет, мәтінді тыңда, қайтала оқы. Қолда саусақ болады. Аяқта башпай болады. Оң қолда 5 саусақ. Сол қолда 5 саусақ. Барлығы 10 саусақ. Он аяқта 5 башпай. Сол аяқта 5 башпай. Барлығы 10 башпай. Қайталаймын. Қолда саусақ болады. Аяқта башпай болады. Оң қолда 5 саусақ. Сол қолда 5 саусақ. Барлығы 10 саусақ. Он аяқта 5 башпай. Сол аяқта 5 башпай. Барлығы 10 башпай. Ребята, попробуйте сами перевести. Ал енді балалар, сұрақтарға жауап беріп көрейік. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап бер. Ответьте на вопросы по тексту. Қолда не болады? Қолда саусақ болады. Аяқта не болады? Оң қолда неше саусақ болады? Сол қолда неше саусақ болады? Барлығы неше саусақ? Барлығы неше башпай? Ребята, это задание вы мне отправляете голосовым сообщением. Айтылым. Мәтінді оқы, саусақтарды көрсетіп айт. Повторяем за мной. Бірінші саусақ атам. Екінші саусақ әжем. Үшінші саусақ әкем.
Төртінші саусақ анам. Кішкентай саусақ мен. Келесі тапсырма. Саусақтардың атын жаттап алып учи название пальцев. Бас бармақ, балан үйрек, ортан терек, шылдыр шмек, кішкентай бөбек. Бас бармақ, балан үйрек, ортан терек, шылдыр шмек, кішкентай бөбек. Балалар саусақтардың атын жаттап алыңдар. Выучите название пальцев. Балалар, дәптерлеріңді ашыңдар, бүгінгі күнді жазыңдар. Бүгінгі сабақтың тақырыбы оң қолымда 5 саусақ. Үшінші тапсырма 5-ші бет. Суреттердің орнына қажетті сөздерді қойып жаз. Вместо картин вставь нужные слова и перепиши. Кері байланыс. Мен бәрін түсіндім. Толық түсінбедім. Маған ештеңе де түсініксіз. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.